Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай өте әдемі, өте дәмді, керемет болып шығатын рататуй тағамын бірге дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін көрсеңіздер, барлығы да түсінікті болады. Міне өзі жасалу жолы да аса қатты қиын емес. Соңына дейін көрсеңіздер, барлығын түсінесіздер. Міне осындай соусымен бірге жасайтын боламыз және бетіне ірімшік себетін боламыз. Рецепт басталмас бұрын менің каналыма подписаться етіп, лайк басып қоюларыңызды сұранамын. Мен үшін бұл өте маңызды. Осылай маған шабыт беріп, қолдау беріп жатқандарыңызға алдын ала рахмет. Олай болса біз рецептімізді бастаймыз. Ең алдымен осылай қызанақтарымызды бетін дәл осылай видеодағыдай бөліп, 4 бөлікке үстінен қайнап тұрған суымызды құятын боламыз. Бізге осындай 4 қызанақ жеткілікті. Біз ең алдымен соусын жасайтын боламыз. Сіз отбасыңыздағы адам санына қарай жасай бересіздер. Осылай енді қайнап тұрған суымызды құйып аламыз. Қайнаған суды мына қызанақтың сырты оңай ашылу үшін 5 минутқа қайнаған суымызды құямыз. 5 минуттан соң суын төгіп тастаймыз. Міне енді болгарскийлерімізді жақсылап осылай майдалап тураймыз. Егер сізде блендер жоқ болса, өте ұсақ етіп турайсыздар. Және чеснок турап жібереміз 2-3. Пиязымызды тураймыз. Бәрін дәл видеодағыдай етіп, ұсақтап, ұнтақтап тураймыз. Осы дайындап алған заттарымызбен біз рататуйымыздың соусын дайындайтын боламыз. Міне 5 минуттан соң қабығын ашып тастаймыз. Осылай қайнаған суға 5 минутқа салынса, осылай қабықтары оңай ашылынады. Осыларда бәрін тазалап ашып болған соң жақсылап турап аламыз. Бізге бұлар соуста өте маңызды рөл атқарады. Помидорларымыз дәл видеодағыдай етіп майдалап турап шығасыздар. Міне біз енді бастаймыз. Қызып тұрған сковородкамызға майымызды құйып, осылай болгарскиімізден бастап жақсылап қуырып бастаймыз. Міне болгарскийлеріміз сәл қуырылып болған соң пиязымыз бен чесногымызды қосатын боламыз. Осылай бәрін бір қуырып, үстіне қосатын нәрселерімізді қоса береміз. Міне бұған көп затта қосылмайды. Егер сіздерде қызыл болгарский болса, міндетті түрде соны қосып жіберіңіздер. Міне қызанақтарымызды да қосатын боламыз. Жақсылап пиязымыз ішіндегі заттар қуырылып болған соң осыларды саламыз. Барлығын жақсылап қуырамыз. Біз бұлардан соус істейміз ғой. Иісі, дәмі барлығы керемет болып шығады. Жақсылап бір қуырып жібереміз. Осы жерде қуырылып жатқан кезінде ішіне қалаған ұнатқан приправаларыңызды қоса бересіздер. Сосын қара бұрышты қосуды ұмытпаңыздар. Қара бұрыш өте дәмді, әдемі дәм береді. Бірақ көп қосуға кеңес бермеймін. Азау етіп қосып жібересіздер. Видеодағыдай етіп шамасына қарай қосасыздар. Ұнатқан дәмдеуіштеріңізді қосып жібересіздер. Дәмдеуішпен тағамның дәмі одан сайын әдемі, керемет болып шығады. Иісінің өзі бүкіл үйді алып кетеді. Өте әдемі болады. Кәдімгі қысқа біз банка жауымыз ғой, сол салаттың иісіне ұқсап шығады кәдімгідей. Осылай енді қайнаған соң, бұны біраз қайнаған соң астын өшіріп суытуға қойып қоямыз. Енді фаршымызға осылай күріш салып жібереміз. Бір пиалайдай қара бұрыш, тұз салып барлығын жақсылап араластырамыз. Котлет тәрізді домалақтап шығатын боламыз. Егер сіз күрішті қосқыңыз келмесе, қоспай-ақ қоюға болады. Күріш қосу міндетті емес. Маған ұнағандықтан осылай жасадым. Ерекше етіп күрішпен жасап көргім келді. Өте дәмді шықты. Сіздерге де кеңес беремін. Егер де ұнатпасаңыздар, қоспай-ақ қоюға да болады. Осылай котлет тәрізді есейтіп, барлығын солай жасап аласыздар. Енді блендерімізге міне жаңағы суытып алдым мен, астын өшіріп, суығаннан кейін барып осылай блендерлеріңізге салатын боласыздар. Егер де сіздер блендер жоқ болса, кәдімгі пюре істейтін, картошканы езетін құралдар бар ғой, сонымен езіп істесеңіздер де болады. Осылай бір келкі етіп, осындай етіп аламыз. Кәдімгі сицебели, сондай салаттар болады ғой. Осылай болып шығады ғой. Немесе ет тартқышпен, мясорубка дейміз ғой, сонымен өткізіп алсаңыздар да болады. Осылай ең бастысы осындай қылып шығаруларыңыз керек. Соусы сонда керемет болып шығады. Барынша осындай етіп істеуге тырысыңыздар, сонда
өте дәмді керемет болып шығады піскен кезінде. Енді біз рататуйымызды бастауға кірісеміз. Баклажандарыңызды алдын ала осылай кесіп, тұзды суға салып қойыңыздар. Тұзды суға салынса, артық қышқыл дәмдері, сондай нелердің бәрі кетеді. Енді суын төгіп бастаймыз. Мен міне көріп тұрғандарыңыздай бәрін кесіп турап дайындап қойдым. Помидор, осындай фарш және болгарский, пияз, картопымды қосатын боламын. Егер де сіздерде қияр іспеттес жасыл түсі бар ғой, ашық жасыл түсті кабачки дейміз, кабачок дейміз, соны қосасыздар негізі. Менде жоқ болған соң оның орнына картоп қостым. Міне осылай өзіңіз ұнатқан қалыңдықта турап, істеп, осылай бір-біріне реттестіріп қоя бересіздер. Мен сол кабачкидің орнына осы картопты пайдаландым. Картоп пайдалансаңыздар, егер сіздерде мен секілді, картопты осылай жұқа етіп тураңыздар. Өйткені духовкаға пісіргенде картоп қалың қылып турасаңыздар пісуі қиын болады. Міне өзіңіз реттестіріп осылай қоя бересіздер. Міне қазір дәл видеодағыдай етіп жалғастырып істей бересіздер. Өздеріңізге ұнатқан қатарда қойып шыға бересіздер. Міне біз аяқтап та қалдық. Қарап тұрсаңыздар да көрінісі де өте әдемі шықты. Енді осыны бетін фольгамен жауды ұмытпаңыздар. Фольгамен жауып духовкамызда пісіретін боламыз. Пісу уақыты 1 сағаттай. Міне қазір бізде пісіп шықты. Фольгамен міндетті түрде осылай толыққанды бетін жауасыздар. Сонда беті күйіп кетпей жақсы болып пісіп шығады. Бізде толықтай пісіп шықты. Енді ірімшігімізді жақсылап осылай теркадан өткізіп, бетінің барлық жағына тигізіп, себіп шығатын боламыз. Сырда өте әдемі дәмді дәм береді. Егер ұнатпасаңыздар салмай қоюға да болады. Енді бетін жауып, тағы да бір 5 минутқа салып аламыз. Сырын ертіп аламыз, бұндағы мақсатымыз. Біздің тағамымыз дайын болды. Өте дәмді шықты. Сіздерде отбасыларыңызды қуантып, міндетті түрде жасап беруге кеңес беремін. Міне, сіз бұл тағамды жасасаңыз, сізден қайта жасауыңызды өтініп сұрайтын болады. Өйткені өте дәмді шығады. Осы жасалған тағам бір столға қойсаңыз, бірден таусылып жоқ болып кетеді. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Міне, өте табиғат ашарлықтай болып шықты. Каналымды тағы ашып қарайтын болсаңыздар, өте дәмді осындай кешкі астардың рецептісі бар. Кіріп, көріп, жасап көрсеңіздер болады. Отбасыларыңызды әрдайым қуантып жүріңіздер. Осындай менің рецепттеріммен тәтті тағамдардың да, тәттілердің де, пирог, торттардың да рецептісі бар. Міндетті түрде көріңіздер. Қазақша контентті үнемі қолдап жүріңіздер. Міне тағамымыз өте дәмді болып шықты. Өзі видеодан көрініп тұр ғой, қандай дәмді болып шыққаны.
Видеоны достар соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Сіздермен болған Айтгүл.